Саламатсыңдар ма? Геометрия 8-ші сынып 4-ші 90 тжб бірінші есебіне қарайық. А нүктесі және Б нүктесі екі нүкте берілген екен, осы екі нүкте арқылы өтетін түзудің теңдеуін жазыңыз дейді. Сонымен жазайық. А нүктесі 0-ден 0, Б нүктесі 9-да 10 дейді. Түзудің теңдеуі бізде x минус x1 бөлімінде x2 минус x1, y минус y1, y2 минус y1. Осылай еді. Енді орнына қоятын болсақ, x азайтылған x1 дегеніміз 0 бөлінген x2 дегеніміз, мынау мысалы x1 болса, мынау y1 болса, мынау y2 x2 y2 деген нүктелер болады. Сонымен x2 дегеніміз 9 азайтылған 0 тең болады. Y азайтылған 0, 10 азайтылған 0. Сонда бізде бұл жерде x бөлінген 9, y бөлінген 10 болады екен. Сонымен бұны пропорция арқылы табатын болсақ, x-ті 10-ға өтем. 10x тең болады 9y-ге. Енді бұл түзудің теңдеуін y тең түрінде жазатын болсам, y тең 9-дан 10 x болады. Немесе 10x азайтылған 9y тең 0 деп қойсақ та болады. Екінші есеп. Егер берілген нүктелер бар болса, және авысыды параллелограммның d төбесінің координатасын табыңыз дейді. P диагоналдарын қиылысу нүктесі. Біз Т деген нүктені біз былай тапсақ болады. Мысалы, В деген төбеден А деген төбені азайтқан кезде X-ында қандай сан шықса, бізде С деген төбеден D деген төбені азайтқан кезде тура сондай сан шығатындай болу керек. Ол мысалы мынандай. X дегеніміз 5 болса, мына жерде X-іміз 0-ге тең болса, 5-тен 0-ді азайтқан кезде 5 болады. Демек, С-ның координатасы 12, 12-ден қандай санды азайтсаң 5 болады деген сөз. Ол әрине 7. Сонда D деген нүктеміздің координатасы 7 болады. Екінші нүктесінде тура солай табайық. Мысалы, мына жерде 0 болып тұр. 0-ден 0-ді азайтатын болсақ, бізде 0 шығады. Ал енді минус 3 деген саннан қандай санды азайтатын болсақ, 0 шығады. Ол сол санның өзін, демек минус 3. Демек, екінші координатамыз біздің минус 3 болады екен. Енді бұл жерде сіздер координатасын салып та тапсаңыздар болады дәптерге. Ал енді P деген нүктенің координатасы дейді. Ол енді қиылысу нүктесі болғандықтан бізде қасиеті бар. Параллелограммның диагоналдары қиылысады, және қиылысқан нүктеде қақ бөлінеді, теңдей бөлінеді. Демек, мына бөлік пен мына бөлік бір-біріне тең болады. Олай болса, А деген нүктенің координатасына С деген нүктенің осы екі нүктенің тура ортасын табатын болсақ жеткілікті екен. Сонда P деген нүктенің координатасы болады. А-ның бірінші нүктесі бізде 0, 0 қосылған С деген нүктенің бірінші координатасы 12
бөлінген 2. А деген нүктенің екінші координатасы 0 қосылған С деген нүктенің екінші координатасы -3 бөлінген 2. Сонда бұдан П деген нүктенің координатасы шығады екен. 0-ге 12-ні қоссақ 12, 12-ні 2-ге бөлсек 6. 0-ге -3-ті қоссақ -3, -3-ті 2-ге бөлетін болсақ -1,5 болады екен. Екінші есеп аяқталды. Екі шешімі табылды. Келесі үшінші есепке қарайық. М нүктесі ПК кесіндісін П нүктесінен 3-тің 1-ге қатынасында бөледі. Егер М дейді 2 -4 болса, К дейді 3-те 5 болса, П нүктесінің координатасын табыңыз дейді. Ең алдымен формуласын жазып алайық. X тең болады. X1 қосылған лямбда X2 1 қосылған лямбда Y тең болады. Y1 қосылған лямбда Y2 бөлінген 1 қосылған лямбда. Бұл жерде енді лямбда деген санымыз ол не нәрсе? Бізде бұл жерде айтып тұр 3-тің 1-ге қатынасында айтады. Демек, лямбда бізде 3-ге тең. Ал олай болса, енді орнына қоямыз. М деген нүкте ол ортасындағы бізде бір нүкте беріліп тұр. Мысалы, ПК деген бір кесінді болса, кез келген бір жерінде М деген нүкте бар. Осы М деген нүктенің координатасы берілген бізге. Және К деген нүктенің координатасы беріліпті. Мына нүктенің координатасы бар. Біз формула бойынша М-нің координатасы мынау X және Y. Ал енді К-нің координатасы X1, X2, Y2. Осылай болса, онда орнына қойып көрейік. Сонда бізде 2 тең деп жазамыз. 2 тең. Бізде М дегеніміз 2 болды. Сол үшін 2-ні жаздық. Ал енді К-нің координатасы 3 екен. X1 қосылған бізде лямбда 3-ге тең. 3 көбейтілген 3 болады. 1 қосылған лямбда деген жерге тағы да 3 жазам. Осы жерден X1-мізді табымыз керек. Бұл жерден 1-ге 3-ті қосатын болсақ 4. Сонда 2 тең болады. X1 қосылған 9 бөлінген 4. Сонда X1 қосылған 9-ымыз тең болады. 8-ге X1-міз тең болады -1-ге. Әрі қарай Y-ді табуым керек. Ол мына П деген нүктенің координатасы. Сонда Y-міздің координатасы бізде мына -4 деп жазады екен. -4 тең болады. Y1 қосылған К дегенде мына жерде 5 екен. 5 көбейтілген 3. 1 қосылған 3. Сонда -4 тең болады. Y1 қосылған 15. 1-ге 3-ті қоссақ 4. Сонда Y1 қосылған 15 тең болады екен -16. Y1-іміз тең болады екен -16. Мына 15-іміз ары қарай өткен кезде -15 болып өтеді. Сонда -31 болады екен.
Сонда P нүктесінің координатасын табыңыз дейді. Біз таптық. P деген нүктенің координатасы болады екен -1 -31. Келесі төртінші есепке қарайық. Асы шеңбер теңдеуін құрыңыз деп тұр. Негізі бұл жерде шеңбердің теңдеуі беріліп тұр ғой. Бұл жерде координатасын координаталы жазықтыққа сал деген болуы мүмкін. Координаталы жазықтыққа кескіндеп көрейік. Координаталы жазықтық сызып қойдық. Енді центрін табуымыз керек. Ол шеңберіміздің центрі А деген нүкте болсын. А деген нүктенің координатасы егерде x - 3 болатын болса, онда x орнына қандай сан қойған кезде 0-ге айналады. Ол бізде 3. y - 5-іміз ол 5 болады екен. Ал енді формула бойынша r квадрат ол 49-ға тең болып тұр ол жерде. r квадратымыз 49-ға тең болса, онда r тең болады. Қандай санның көбейтіндісі өзіне өзі 49-ды береді, ол әрине 7 деген сан. Демек радиусымыз 7 болады екен. Енді біз центрін табуымыз керек. 5-те 3 деп тұр екен. Мына нүкте болады центрі. Енді осы центр болатындай, радиусы 7 болатындай шеңбер сызуымыз керек. Мына жерден 5 болатын болса 12-ге барады. Шамамен мына жерлерге келеді екен. Дәл солай. Мына нүктеден өтеді. Осы жерлерден өту керек. Сонымен шеңбер сызамыз. Шеңберімізді үлкейтуіміз керек сияқты. Осылай шеңбер сызылу керек екен. Енді әрі қарай B деген тапсырмасында осы есептің x - 2 түзуінің өзара орналасуын анықта дейді. Енді осы бағана сызған координаталық жазықтыққа x тең -2 деген түзу сызады екенбіз. -2 дегеніміз міне мына жер x-тің бойындағы. Осы жерге енді мен түзу сызуым керек. Мына жерден бастап бүйтіп түзу сызады екен. Ал енді бізге сұрап жатыр, осы түзудің өзара орналасуын анықтаңыз дейді. Берілген түзумен біздің шеңберіміз қалай орналасқан? Жанасып отыр, бірақ ортақ нүктесі бар. Демек, жанасады деп жазамыз. Екіншісіне B деген. Жанасады екен. Келесі 5-шісіне қарайық. Суретте дейді, ОВ 10 дейді. ОВ 10 екен. ОА дейді, 8 тубрасты 2 дейді. Ал ОА сәулесі OX осымен 45 градус жасайды. Ал В нүктесі OY осінен ара қашықтығы 8 дейді. Сонымен бірінші А дегенде
А дегенде А нүктесінің координатасын табыңыз дейді. Мына нүктенің координатасын жазуымыз керек екен. Ол үшін бізде мына жерде үшбұрыштың қандай екенін анықтауымыз керек болып тұр. Үшбұрыш АКО дегеніміз ол тік бұрышты. Және тең бүйірлі. Тік бұрышты тең бүйірлі үшбұрыш екен. Оның бізде қасиеті бойынша АК мен КО тең болады. Демек катеттері бір-біріне тең болады екен. Бізге сол катетті табу керек. Енді Пифагор теоремасын қолдансақ, А квадрат қосылған Б квадрат тең С квадрат. Осы формуланы қолданатын болсақ, бізде екі катет бір-біріне тең. Демек А квадрат қосылған А квадрат тең болады С квадрат. С квадраттың орнына жазылайын. Бізде ол 8 турасты 2-нің квадраты. Сонда 2А квадрат бізде тең болады екен. 8 турасында 2-нің квадраты ол 8-нің квадраты 64. Турасында 2-нің квадраты ол 2. Түбір түсіп қалады. Сөйтіп 128 болады. 128-ге тең А квадрат тең болады. 128 2-ге бөлсек 64. А тең болады сонда 8-ге. Бұл жерден А дегеніміз мынау 8 шықты. АК дегеніміз. АК тең болады КО. Бізде А деп алдық оны. Ол 8 болса, мынау да 8 болады екен. Енді бізге нені тап деген еді? А нүктесінің координатасын тап дейді. Енді қараңыздар. Мынау 0-0 нүктеміз координаталар басы. Осы 0-0 нүктесінен 8 бірлік сол қарай жүрді. Ол дегеніміз x-іміз минус 8 болады деген сөз. Ал енді y-ке қарай, ол жоғары қарай жүрді. Y өсі бойынша ол плюс болады. Демек 8. Минус 8-де 8 болады екен. Сонда бұл А дегеніміздің жауабы. Сонда мынау А дегеніміз болса, А деген нүктенің координатасы сонда минус 8-де 8 деген жауап шықты. Келесі Б дегеніне жауап беретін болсақ, Б нүктесінің координатасын табыңыз дейді. Енді бұл жерде мына нүктенің координатасын табуымыз керек екен. Бұл жерде де тік бұрышты үшбұрышты қарастырамыз. Б осы деген тік бұрышты үшбұрыш. Үшбұрыш Б осы тік бұрышты. Олай болса, біз осыны таба алады екенбіз. Осы тең болады түбір астында. Пифагор теоремасын қолданамыз. 10-ның квадратынан азайтамыз 8-дің квадратын. Сонда түбір астында 100 азайтылған 64. Сонда одан түбір астында 36 болады. 36-тан төрден 6 шығады. Демек осы 6-ға тең екен. Мына жер 6-ға тең екен. Енді Б деген нүктенің координатасын жазаламыз. Б деген нүктенің координатасы 10-ға қарай 8 бірлік жүрді. Демек x-і 8-ге тең. Y-ге 0-0 нүктесінен төмен қарай жүрді. 6 бірлік. Демек минус 6 болады деген сөз. Сонымен жазамыз. Б деген нүктенің координатасы 8-де минус 6 екен. Келесі АВ кесіндісінің ұзындығын табыңыз дейді. АВ кесіндісінің ұзындығын табудың формуласы қалай еді? Түбір астында x2 минус x1 квадрат қосылған y2 минус y1 квадрат. Енді орнына қоя саламыз. АВ деген кесіндінің ұзындығы бізде тең болады. Бұл енді С деген сұрағымыз. А деген нүктенің координатасы бізде белгілі. Мынандай. Б деген нүктенің координатасы мынау белгілі. Олай болса, осы екеуін қолданып біз
АБ деген кесінен ұзындығын табамыз. 8 минус, мына жерде өзінің тағы минусы бар. Минус 8. Осыны біз квадраттаймыз. Қосылған минус 6 минус 8 квадрат. Сонда тең болады екен. Минус 8 минус 8 дегеніміз ол 8-ге қосылып кетеді. 16 шығады. 16-ның квадраты 256. Қосылған минус 6 минус 8 бізде минус 14 те береді. 14-тің квадраты 196. Сонда түбір астында 452 болады ғой деймін. Так, 452 деген сан қандай сандарға жіктеледі екен? Так, бұл дегеніміз түбір астында 4 көбейтілген 113 болады екен. Ал енді 4-тен түбірден 2 шығады. 2 түбір астында 113. Сонымен жауабы осы болады екен. Сонымен аяқталды. Осы берілген сызбаны берілген бейне жазбаның астына сақтап қоятын болам. Сау болыңыздар.